Қайырлы күн келіншектер, біз бүгін өте жұмсақ және дәмді болатын коржик пісіреміз. Балалық шаққа саяхат. Осы коржикті кішкентай кезімізде көп пісіріп беретін еді. Бұған көптен нәрсе қажет етпейді. Біз осы бір жұмыртқамызды жарып, сол жұмыртқамызды араластыра отырып, айранымызды қосамыз. Айранымызды қосып болып, әбден араластырамыз осылай. Айранымызды араластырып, бір чай қасық сода саламыз. Тағы да араластырамыз. Әбден араластырып аламыз, сәл көпіріктеу болғанша. Енді шекерімізді араластыра отырып салып, әбден шекеріміз ергенше араластыра береміз. Бізде осындай көпіршікті сұйық пайда болды. Енді үй температурасында тұрған 200 грамм сары майымызды салып араластырамыз. Сары май немесе маргарин қоссаңыздар да болады. Біздің сары майымызды осылай араластырып болдық. Енді ванилин қосып жіберсеңіздер де болады. Корица болса, корица қоссаңыздар да болады. Бір шай қасық қопсытқыш қосып, артынан ұнымызды саламыз. Осылай шетінен ұнымызды сала отырып араластырамыз. Қамырымыз қолға жабысатындай болғанша осындай ұнымызды шетінен салып араластыра отырамыз. Енді қамырымызды қолымызбен жақсылап мұжып тұрып илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болды, қолға жабысатындай. Енді осы қамырды 1 сағат холодильникке салып қоямыз. Біздің қамырымыз 1 сағат холодильникте тұрды. Енді осыны домалақ етіп, дөңгелетіп жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы қатты жұқа болып кетпесін, орташа қалыңдықта жаямыз. Біздің қамырымыздың осы қалыңдығы болады. Енді осы қамырымызды неше түрлі формаларға салып бөліп аламыз. Біздің ромашка, жұлдызша бар екен. Стакан болса, домалақ қып, стаканмен бөлсеңіз де болады. Біздің коржиктарымыз осындай формаларда дайын болды. Енді осыларды духовкаға жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градусқа 20 минутқа қойып қоямыз. Біздің коржиктарымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен пісіріп көріңіздер, бәрімізге ас болсын.